Күнделікті жеп жүрген нанның адам ағзасына зияны. Көптеген елдерде, соның ішінде біздің елімізде нан негізгі қорек көзі. Бірақ нан адамды өлімге апарады деп кім ойлаған? Біз өзіміздің таңғы, түскі және кешкі асымызды бұл азықсыз елестете алмаймыз. Бірақ осы қарапайым нанның ағзамызды күннен күнге ақырындап өлтіріп жатқанын байқамаймыз да. Жоғарғы сүріпті ұнның құрамында өте көп мөлшерде крахмал болады. Ал бұл өз кезегінде ағзамызға өте қауіпті. Ол асқазан ішек жолдарының жұмысын төмендетіп, қан құрамындағы қант мөлшерін көбейтеді. Жоғарғы сүріпті бидай ұннан жасалған өнімдердің құрамында ағзаға пайдалы витаминдер жоқтың қасы. Онымен қоса, дрождық өнімдердің де ағзаға жақсы әсер етпесі анық. Бір тілік нанның өзі көміртектің үлкен бөлігін құрайды. Мұның барлығы іш қатуы мен қабынуына әкеліп соқтырады. Үлкен кәсіпорындарда ұнды ағарту үшін көптеген химиялық қоспалар қосып, бірнеше өңдеуден өткізеді. Нәтижесінде ұн құрамында ағзаға керек витаминдерден гөрі крахмал көп мөлшерде болады. Дәл осы химиялық қоспалар кір жуу құралдарының құрамында көптеп кездеседі. Ғалымдар жоғарғы сүріпті бидай ұнымен қоректенген тышқандарға тәжірибе жүргізген. Сол тәжірибе нәтижесінде тышқандардың ағзасында Е витаминінің азайып, диабет және онкологиялық аурулардың байқалғанын аңғарған. Өзінің және отбасының денсаулығына алаңдайтын адам үшін осы ақпарат жеткілікті деп ойлаймын.